Ассалаумалейкум достар, сендермен Нурик. Мен жалпы көп видео түсірмей кеткеніме ренжімеңдер. Просто ауырып қалдым. Түсінесіңдер ғой. Короче. Бүгін сендерге мен 5 лайфхак үйрететін боламын Майнкрафт жайлы. Ал енді кеттік. Ал енді міне достар, бірінші лайфхагымыз, яғни біз осы мынандай малдардан шыға алмай жатырмыз. Және есікті ашсаң, бұлар артыңнан еріп соған лайфхак, яғни міне осындай коверларың болса, коверді қоясыңдар, өстіп өтіп кетесіңдер. Бұл коверді өстіп тастап кетсең де болады, малдар өте алмайды, короче. Сондай лайфхак. Егер ұнаса, лайк. Не достар, бұл крипер, яғни криперден біз бәріміз қорғанымыз, және бұл жарылып кететін яғни жарылады. Сол үшін біз бәріміз қорқамыз. Сондықтан бұдан құтылу біз бұл жарылса, яғни өліп қалуымыз мүмкін. Ал өліп қалмау үшін сендерге лайфхак кәз. Міне достар, яғни крипер міне жарылатын болса, егер бұл үшін қойып қаласың. Бұл жарылған кезде сенің хпың, яғни төбеде хпың аз қалатын болады. Міне лайфхак достар. Пайдаланың. Мысалы, любой шахтадан келе жатып крипер алдыңнан шығып қалса, булыжник болса, қоя саласың, и жаның нормально аз қалады. Пайдаланың. Достар, егер сендер замктың мынандай булыжниктарын істегілерің келсе, яғни кейбіреулер өйстіп жаңа қателеседі. Жоқ, бұл ұқсайды, бірақ шілей неге болып қалады, құртылып қалады. Ал оған мынандай тактика қоссақ болады. Сендерге да бір лайфхак, яғни осылай істесек, тиімдірек болады. Өйстіп екі кірпішті аласыңдар. Осылай мынандай ступенькаларды алып қойып, осылай істесеңдер, мені тіпті әдемі шығады. Вот. Көрсетейін сендерге. Өте керемет. Бұл лайфхак барлығына ұнайтынына сенімдімін, достар. Міне үстіп ступенькаларды қойып, осылай әдем шығыққан не болады. Егер сендер замокқа тағы басқа нәрселер соққыларсыңдар, міне осы әдісті қолдан. Вот, осылай істей бересіңдер. Екі ступеньканы алып, және бір булыжник қойып жібересіңдер, оны ұмытпайсыңдар. Обязательно. Міне әп-әдемі болып шығады. Осылай сендердің. Осындай мен кішігірім замок соқтым. Вот. Соның осындай бастарын. Лайфхак ұнаса лайк. Достар, егер сендер анау ағашты үнемдегілерің келсе, яғни міне ағашты сендер бұлай қоймаңыз. Яғни осылай қойып, көп адамдар қателеседі. Яғни көп ағашты жұмсап қояды. Бұл негізі үлкен дұрыс емес. Яғни бұл бір ступенькіде түру шықса, ал ол ступенькілерді алып, тоже бүйтіп істесе, осындай алтау шығады. Сонда алтау шықса, одан өте көп алалады. Таптан да көп алалады. Және сенде 48 болып шығады. Вот. Мені 60 даже бір штак шыға алатын еді. Вот. Сендер нәрселерге қоя бере аласыңдар. Сосын көп қылып. Вот. Лайк басың сол әдіс үшін. Лайк басың. Давайте. Бұл әдісті көбісі білмейді, көбісі кейбіреулері біліп отырған шығар. Сондықтан білмейтіндерге айтып жатырмын. Достар, бізде тағы бір 5-ші лайфхагымыз міне. Яғни осы ламалар көп нәрсе білуі мүмкін, көбі білмеуі мүмкін. Короче, осы білмегендерге айтып жатырмын. Міне осындай ламаларға светло қоюды көбісі білмейді. Міне осылай қоясың.
өйстіп неше түрлі узорлармен шарфтар шыға келді өйстіп. Міне әдем болып қалады лама түйгіштер комментарий жазып кетіңдер. Міне тағы да любой түсінен қоя бересіңдер. Өз басым жақсы көретін түсім сары, сондықтан сарыны қоя беремін. Сарыны қойсақ та осындай әдемі болып шығады. Көкті қоямыз. Бұлардың жақсы көретін түстер негізі көк. Вот, ұнаса лайк. Ал сендермен болған мен Нурик. Көп видео шықпай кеткенде ренжімеңдер тонында. Енді көбінесе видеолар шығатын болады. Жұғаниядан ал сау болыңдар. Бәріңе чау.